Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сабаққа деген көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Өте жақсы. Отырайық. Енді бүгінгі сабақтағы көңіл-күйіңізді байқап шығып, мен мынандай психологиялық ахуал өтейік. Ал біз қандаймыз? Біз ұйымшылмыз. Біз сабағымызды бастамас бұрын қазір сыныбымызды үш топқа бөліп алайық, иә? Бірінші қатар, бірінші топ, яғни достық тобы, екінші қатар отан тобы, үшінші қатар еңбек тобы деп үш топқа бөлейік. Екінші қатар отан тобы, үшінші қатарда, яғни үшінші қатарда еңбек тобы, үш қатар үш топқа бөлеміз. Енді мына жерде топта өзара топ басшысын сайлап алайық, иә? Топ басшысы мына жерде кім болсын? Нұрәлі. Мына жерде кім болады? Қаусар дейді ал. Мына жерде Ариза. Енді топ басшылары сендерге тапсырма. Мына жерде оқушылардың орындаған тапсырмаларын, үй жұмысын, жаңағы сабақ барысында орындаған тапсырмаларын бағалап отырасыңдар. Кім қатысып отыр, соны белгілеп отырамыз. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымызға қарай сәттілік тілейміз, иә? Енді кім айтады? Үйге қандай тапсырма берді? Үйге қандай? Фариза? Бала Абай деген мәтінді басында оқуға берді. Бала Абай мәтінді басында оқуға берді. Ал кім айтады? Кім айтады? Нұрәлі. Кімнің тапсырмасы? Бала Абай мәтінді түсініп оқу мазмұндау. Бала Абай өзінің алыста озған мен отбасымен тұрады. Ол қаладан келген, алып келген кітаптары мен оқып келген мәтіндерін әжесі мен анасына айтып береді. Бала Абайға бір күні бөгде екі қонақ келеді. Жақсы, әрі қарай кім жалғастырады? Ал Ерасыл. Екі буғай келіп, бала Абай екі қонағымен амандасты. Амандасқан соң олар отырды. Әрі қарай кім жалғастырады? Жақсы. Қаусар. Бір қонақ сәл қартаң болды, ал екінші қонақ жас қонақ болды. Яғни Абайдың үйіне екі қонақ келді дейді. Біреуі қандай дейді? Біреуі екіншісі жас қонақ. Олар столға отырған бұрын. Жаңағы жас қонақтың аты кім еді? Жас қонақ ойбай. Жас қонақтың аты кім? Ал қарта ол бай. Бар? Барласы gerçekten. Her var ya. Ayakta şal. Konaklar iyi geldi. Konaklar ola iyi kirdi. Ola Abay sana kiydiğin iki konakta da tanıdı mı? Tanıdı mı? Bu cevap versin. Tanıydı. Bırak o жас konak bay көкшені tanıydı. Өйткені ол бір кезде келіп оларға қозы көрпеш байлы сұлу Жырын оқып берген. Оның аты Байкөкше жыршы дейді. Ал екінші қарт кісінің Кім айтады Абай? Кім жалғастырады? Ал жоқ, Абықар екі. Ақтау келген кісіні Абай танымады, бірақ та оның анасы мен әжесі танып, өте жақсы таныған. Оның аты кім болды? Барлас. Я. Содан кейін ол дастарханға ас пісейін дегенше Қобыланды батырдың жырын айтып берді. Ya. Sosun. Tағы. Содан кейін ертеңгісі екі қонақ кетейін деп
Абай не істейді ал? Абай екі түрге қонақты жібергісі келмейді. Себебі ол білмейтін жырларды оқып берген. Дұрыс, иә, жібергісі келмейді. Содан кейін оған Абайдың анасы не істейді? Келген қонақтарға. Бейбатқа аяқтан жүр сол. Анасы Ұлжан екі қонақты тоқтап алып, 2-3 күнге қалсаңыздаршы дейді. Я, 2-3 күнге қалуға алып қалады. Қонақтар келсе ме? Қонақтар келсін. Сосын? Ал енді осы жердегі келген қонақ Абайды, Балабайды қалай деп зерттейді? Кім айтады? Ал, ден айт. Оған мындай қақпақ айтып береді. Не деп? Шырағым, ерше кетесің, ершелген сірә неге кетесің? Алысқа шырқап кетерсің, шындасаң шыңға жетесің. Я, Балабай сонда жасынан қандай болды? Кім айтады? Ал Балабай, аяна, қандай болды? Қандай болды? Жасынан, ал қандай болды? Тағы да? Сосын? Әдепті болды. Тағы да? Ал? Ол білімді, ақылды, және өзі жақсы оқиды. Дұрыс, ол Балабай жасынан ақылды, білімді, зерек болды. Жақсы, дұрыс, мәтінді жақсы түсіндік, иә? Енді келесі тапсырма балалар, келесі тапсырма. Мәтін не туралы айтылған? Мәтін не туралы? Ал, Рамазан, мәтін не туралы айтылған? Өте жақсы, Балабай туралы. Балабай қандай? Өнерлі, адал, зерек болды, иә? Жақсы. Енді келесі сұрағымыз біздің жаңағы тапсырмасынан. Мәтінде кім туралы айтылған? Мәтінде кім туралы? Ал, жәдігер айтсын. Мәтінде кім туралы айтылған? Тағы да? Балабай туралы, тағы да? Айлин. Қонақтар, дұрыс, өте жақсы, тамаша. Сонда мына Балабай деген мәтінді түсіндік қой балалар? Жақсы. Енді келесі тапсырма балалар. Ал біздің осы аптадағы дәйекті сөзіміз қандай сөз? Кім айтады? Ал Ерасыл. Әділдік пен жауапкершілік бір тұтастығы. Ал осыны қалай түсінесіңдер? Осыны қалай? Ал Рамазан. Әділдік пен жауапкершілік дейді. Ал кім айтады? Ал Ерасыл өзің етші. Біз қазір ашық сабақта өзімізге сенім, әділдікпен, жауапкершілікпен сұрақтарға жауап беру керек. Дұрыс айтады, сендерге айттым, біз әрқашанда әділ болып тапсырмаларды жауапкершілікпен орындайық дейді, иә? Дұрыс, өте жақсы. Міне балалар, міне біз өте жауапкершілікпен біртұтас ұғым болып жауапкершілікпен жауап беруіміз керек, иә? Келесі балалар, даналық сөздер дейді. Даналық сөздер дегенде суретте не көріп тұрсыңдар? Суретте не көріп тұрсыңдар? Кім? Тағы да, әлі не көріп тұрсың суретте? Тұр. Кім толықтырады? Кем айт. Мен суретте бір хатты ұстап тұрған білімді үкіні көріп тұрмын. Я, білімді үкі дейді, үкі, я? Білімді үкі дейді. Тағы да кім толықтырады? Кім? Мұқар. Мен суретте үкіні көріп тұрмын. Ол хатшы сияқты, және ол білімді, ақылды, және талантты үкі сияқты. Дұрыс, я. Тағы да кім толықтырады? Ал. Нұрада. Мен суретте ақылды ізденбас, өзінің ақылдылығымен бізге хат алып келген.
Ya xat alib ketdi. Yaxshi. Onun janida ne ko'rib turmiz? Kimni ko'rib turmiz? Al. O'zimda Al, Ramazan. Mana Najida kimni ko'rib turibsizlar? Ne isteyapti balalar? O'ylanib tur, al, ayog'im. Ya, bunu qalay to'xtatamiz? Al, qaraysan. O ne için oynanıp durdu? Sabahda niye ötekimiz Muğayimden bergen cevaplarına oynanıp durdu deyimiz ya. Sonda bugün biz sabahımızga oynanıp, javapkeşilikten, yani erkeklikten katısıp oturumuz gerek ya. Жақсы. Енді балалар, әрі келесі. Бұл сабақтың біздің негізгі мақсаты. Балалар, шығарма мазмұнының түрлі баяндау тәсілдерін қолданып, шығарманы қысқаша толығышынара мазмұндау, яғни шығарма тақырыбын және қорытынды бөлімі негізінде сюжеттің мағынын болжау, оның себебін түсіндіру. Біздің сабағымыздың негізгі тақырыбы сонда не болып тұр? Дұрыс айтамыз, даналық сөзі. Жаңа сіздер айттыңдар, ақылды, білімді, даналы, бұл деп бізге жаңағы үкі, білімді үкі бізге не әкетті? Хат әкетті. Яғни соның тапсырмаларын орындауымыз керек. Енді кәмелге қарай. Қазір бейне көрсеткенге қарай, бейне жазбаға. Қарап отырдар, мағлұматында қандай естерге сақтады. Жақсы. Ал балалар, осыдан не түсінгендер ал? Ал. Не түсіндіңдер? Ал, не түсіндің? Кім айтады? Қалғандар осы Азиза, не көрдің? Не көрдің жаңағы? Мақал мәтелдер. Қандай мақал мәтелдер? Бір екі мақал есінде қалған жоқ па? Ал. Білім мақал мәтелдер. Өмір, білім, өмір. Кім толықтырады? Ал. Білім ақыраққа буа. Кітап білім. Буаға білім өмір. Тағда. Тағда қандай ал? Интернетте бейне жазбада әртүрлі мақал мәтелдерді көрдім. Мысалы, мен жаңа екі мақал мәтелдерді жазылдым. Біріншісі оқу білім асылы, білім қазық. Екіншісі өмір үлкен мектеп. Өте жақсы міне. Мақал мәтелдер, міне таналысында. Енді қараңдаршы балалар. Біз кітабымызды ашайық. Міне сендер не көрдіңіз? Кітаппен жұмыс, кітабымызды ашамыздар. Бүгінгі күн жазып алайық. Қарашаның 7-сі сынып жұмысы дейді. Қарашаның 7-сі сынып жұмысы. Даналық сөздерін үйренеміз. Тақырыпты жазып алайық. Даналық сөздер үйренеміз тақырыбымыз, Қазір енді біз ары қарай
Kitapben жұмыс істеймін. Kitaplarımды açayım. 95. betini açayım. Açtık mı? Aşağı. Енді келесі. Mana bizde toптық жұмыс екен. Топтық жұмыс дейді. Ал бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар топтық жұмыс дейді. Енді топтық жұмыста бізге мына жерде Айжан дейді. Айжанға қызғалдақ жинауға көмектессек. Қызғалдақ үшін қазір Айжанның тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші тапсырма. Мұғалімнің көмегімен сыр сандықтан шыққан мақал мәтелді аяқтаймыз. Ал қазір Сәлем маған қызғалдақ жинауға көмектесін. Ол үшін қызғалдақты таңдап сұраққа жауап бер. Ол үшін қызғалдақты таңдада сұраққа жауап берді. Сәлем маған қызғалдақ жинауға көмектесін. Сыр сандықтан шыққан жаңадан сыр сандыққа мен сендерді сандықша келіп, сол мақалматы келі ғой. Бейбарыс. Мына жерден келген айбек шықпағандар, ақбота кел, жалғасын табасыңдар балалар, мақалмателдің. Кел, кім шыққан жоқ? Нұртөре кел, Азиза кел, Дінислам кел, Әнел кел. Кел. Ал, кім дайын айтуға? Оқығенді, ал оқиға. Жауабын, дұрыс жазмасыңдар, дәптерлеріңе жазып отырдар. Отырады. Жері байдың, елі бай. Дұрыс айтты ма балалар? Жері байдың, елі байды. Дұрыс, тамаша. Ала оқы бай. Ата балаға сыншы. Ата балаға сыншы дейді. Дұрыс, тамаша. Келесі. Кім көмектеседі ал? Көз қорқақ қол батыр. Көз қорқақ қол батыр деп жауап беремей қалдық. Ал оның қайдысын аласын. Ал келесі ал. Жоқ. Кім дұрыстайды? Ал. Кітап білім бұлағы. Баласы ал. Білім өмір шырағы. Білім, кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы дейді. Отыр, Ақбота. Жоқ. Дұрыс жауап бермеді. Ал. Жақсы ісімен жаман сөзімен. Жақсы ісімен жаман сөзімен дейді. Дұрыс, иә? Жазып отырыңдар балалар. Жақсы ісімен жаман сөзімен. Ал, келесі. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Дұрыс. Дәптеріңізге жазып отырамыз балалар. Ал. Өнерлінің дұрыс жауап бермеді. Ал. Кім? 95? Өнерлінің өрісі екен дейді. Міне балалар, біз жаңағы жақсы орындадық, тамаша қызғалдақты жаңағы жинауға көмектестік. Енді екінші қызғалдақтың тапсырмасын орындайық. Суреттегі әңгімелесіп отырған кейіпкерлерге қарап олардың мінез құлқын сипаттап, өздерінің ойлап шығарған мақал-мәтелдер топпен, яғни мақал-мәтелдермен сендерге дайындап жаттауға берілетін, иә? Ізденіп, міне. Қазір былай істейік, міне. Бірыңғай бір мақал-мәтелмен кетпей, бірінші топпен, екінші топ сендер мақал-мәтелдер, үшінші топ өздерінің топпен ақылдасып, бір сахналық қойын қойсақ. Ал топпен жұмыс. Топпен жұмыс. Жазамыз. Мына жерде ақ қағаз бар сендерде, ненің ішінде? Мынаның ақ қағазда не жазасыңдар ма? Ал мен есіктен келген Жылдамдар деп балар жаңағы көрген, бейне жазбадан көрген мақал-мәтелдерді қосуға болады. Бейне жазбадан көрген мақал-мәтелдерді қосуға болады. Бейне жазбадан көрген мақал-мәтелдерді
Al. Қай топ дайын? Al. Дайын топтары. Аяқтайын жұмысымызды. Аяқтайын. Ақылдасып, ай топта екі баладан солай шығып болады. Ал. Ал, келек, екінші топта дайынбыз ба? Ал, айта қой. Ал, немене? Қандай? Жақсы сенен жаман кемсеме. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Дос жұбатып айтады, жұбан күліп айтады. Жүз ақшам болғанша біз досым болсын. Үлкенге көмек, кішіге ізет. Кітап алтын қазына. Кітап алтын қазына дейді. Дұрыс, өте жақсы. Кәлі қошеметтер қалай. Ал. Ата балаға сыршы, үлкенге күзет, кішіге ізет. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Өмір үлкен мектеп. Өмір үлкен мектепте. Тамаша, кексеңіздер, жақсы. Ал кексің қатасын көрсетесіңдер. Мен осы жерден өтіп бара жатсам, Құдай қонақ едім. Сізге амандасып кетейін деген едім. Бәрі келді, тұрғыш. Қолдарың жайды. Батам бағытпасын, батам жырды жатпасын, қыдыраттан қолдасын, еш жамандық болмасын. Аспан ашық болсын, жолың жабылмасын, ашық болсын. Мына бізге атайын не берді балалар? Өте жақсы мына. Өте жақсы мына. Жақсы жауап берді. Шағатасы бәрі жақсы жауап берді. Енді келесі балалар. Мына біз жаңағы Айжанға қыздар жинауына көмектесіп жатырмыз. Келесі тапсырма. Өлеңді оқып шығып, өлмейтін даналық қалдыр деген сөздің тәрбиелік мәнін талқыланды. Өлеңді оқимыз, кәдімгі оқулығымызды ашайық. Оқулығымызды ашайық. Оқулығымыздың 96 бетін ашайық. Сөз мәйегі деген өлеңді оқимыз. Әне. Сөз мәйегі деген өлеңді оқимыз. Сен оқимыз бала. Өлеңді оқып шығамыз. Өлеңді даналық қалдырды бабамыз, мақалдан нәр алып, ашылды санамыз. Берілді жаманды, жақсыны үлгі еткен, талапты адамға өмірді үйреткен. Биікке өрлеуде аталы сөз үлгі, мақалсыз көркеуде сынаймын өзімді. Мақал мен мәтелдер ақыл өлмейдегі, мақал мен мәтелдер даналы әлемі. Өлейтін даналық қалдырды бабамыз, мақалдан нәр алып, ашылды санамыз. Жерінтіп жаманды, жақсыны үлгі еткен, талапты адамға өмірді үйреткен. Биікке өрлеуге аталы сөз үлгі, мақалсыз көркеуге санаймын өзімді. Мақал мен мәтелдер ақыл ой мәйегі, мақал мен мәтелдер даналық әлемі. Өлмейтін даналық қалдырды бабамыз, мақал мен нәр алып, ашылды санамыз. Жерінтіп жаманды, жақсыны үлгі еткен, талапты адамға өмірді үйреткен. Биікке өрлеуге аталы сөз үлгіге санаймын, мақалсыз көркеуге санаймын өзімді. Мақал мен мәтелдер ақыл ой мәйегі, мақал мен мәтелдер даналық әлемі. Өлмейтін даналық қалдырды бабамыз, мақалдан нәр алып, ашылды санамыз. Жынытып жаманды, жақсыны үлгі еткен, талапты адамға өмірді үйреткен. Биікке өрлеуге аталы сөз үлгі, мақалсыз көркеуде санаймын өзімді. Дұрыс балалар, міне біз Айжанға жаңағы
Қызғалдақ гүлін жинауға көмектесті. Келесі тапсырма бізде. Енді бала жұптық жұмыс. Міне мына жерде не көріпсіңдер балалар? Суретте. Қораптада. Сыйлықты көріптіңіз, иә? Міне қазір бізге міне сыйлықтың қорапты ашады. Міне қорапты ашты. Міне суреттегі кейіпкерге арналған мақал мәтелдерді ойластырып, жұппен талқыла дейді. Жұппен дегеніміз көршілеріміз, иә? Көршілерімізбен талқылаймыз. Міне оқулығымызды ашайық. Оқулықтардың 97-ші беттен суреттер міне. Балалар, осыған байланысты мақал мәтел. Былай істейік, 3 қатардан 3 оқушы ғана айтсын, иә? 3 топтан. Бір-бір ал бірінші суретте не көріпсіңдер? Суретте міне. Қараңдар, суретте не көріпсіңдер? Ал кім? Фариза. Бірінші суретте бала шаңғымен көтеріліп келе жатыр. Оған қандай мақал етеміз? Ал сақтансаң сақтаймыз. Жақсы, жарайды. Ал мен кімге беремін? Ал екінші топтан кім жауап береді? Ал Көз қорқақ батыр мен көз қорқақ болып жатыр дейді, иә? Бала не етіп жатыр дейміз. Дұрыс, көз қорқақ болып жатыр дейді. Жақсы. Дұрыс, 63 қатардан басқа. Аймен, қандай мақал етеміз? Суретке қарап, қандай мақал ойластырады екен? Бұқар, көмектесші. Сақтықта қорлық жоқ дейді. Сағарап деу парасамаларда расында да, иә? Сақтықта қорлық жоқ дейді. Балалар, міне қыс айы болса келе жатыр. Міне біз қысқа сырғанақ депкенде сақтанып жүруіміз керек. Тағы да қандай мақалмен толықтыруға болады? Кім айтады? Ал Ерасыл. Тағы қандай мақалмен? Я, мына жерде екі бала не істеп жатыр? Я, екі бала төбелесіп жатыр, иә? Бір-біріне қолына. Оған қандай мақал айтамыз? Ал кім? Фариза. Жақсы ісімен жаман сөзімен. Жақсы ісімен жаман сөзімен. Тағы ал. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп жақсы. Аққуды атқа досың десе. Аққуды атқа досың сатпа дейді. Ал. Я 100 теңге болғанша 100 досын ал. Досы көпті жау болмайды. Досы көпті жау. Өте жақсы, тамаша міне. Біз суретке байланысты жаңағы жұптық жұмыстарды орындадық. Келесі тапсырма балалар. Жеке жұмыс дейді. Бізге қандай жеке жұмыс берген екен міне. Сөз мәйегі мәтінін оқып, мақал мәтелдердің тәрбиелік мәнін айтып дейді. Осының ішінде қандай мақал мәтелдер бар? Және оқып шықтыңдар, иә? Сөз мәйегі дегенде. Тағы бір қатары оқып шығайық былай. Иә, мен өзім айтайын, дауыстап. Соның ішінде қандай мақал мәтел бар? Ал баласы дауыстап оқып жүрші. Бір шумақты. Жөнімді жаманды тұрсына үйреткен. Жауапты адамға өмірді үйреткен. Әрі қанша оқыш жетін шумақ? Бетке өрлеуге, аталы сөз үлгі, мақал сөз өркеуде санайым өзімді. Мақал мен мәтелдер ақыл ойыма егі, мақал мен мәтелдер даналыға береді. Ал кім? Азиза отырды. Өзінің даналық қалдары бабамызға қалданар алып ашылды санамыз. Ал осында қандай мақал мәтелдер бар? Кім айтады? Қандай мақал мәтелдер бар? Жерітіп жаманды жақсыны үлгеткен сосын? Ақбота. Талапты адамға өмірді үйреткен. Жақсы тағы да ал өлмейтін даналық қалдырған. Онда осы мақал мәтелдерді дәптеріңе жазғанды жаңағы. Өледе кездескен. Дәптерге жазып алып. Жазып алайық. Мақал мәтелді. Жаңағы мәтінде өледе кездескен жаңағы артындағы жерінтіп жаманды жақсыны үлгеткен. Одан кейін қайсы? талапты адамға өмірді үйреткен. Талапты адамға өмірді үйреткен.
Kitap жазамыз, бала денемізді түзу ұстаймыз. Денемізді түзу ұстаймыз, қолдығын ұстаймыз. Ләпкерді көңіл қоямыз. Әдемілеп жатамыз. Мынау кітаптан аласыздар, бала өлең шумағының ішіндегі қандай мақал мәтелдер естиді, соны жазамыз деріп. Мына өлең шумағының ішіндегі міне. Ал осы жерде осы өлең шумағын оқығанда қандай түсініксіз сөз болды, кім айтады? Қай сөз түсініксіз? Қай сөз түсініксіз болды сендерге? Ал Фариза? Қай сөз дедің? Ал өлмейтін даналық деп оны қалай түсінеміз бала? Өлмейтін даналық деп. Я даналық сөз деген не сонда? Даналық сөз дегеніміз не? Ақыл сөз. Яғни ол ешқашанда айтқан ақыл ешқашанда өлмейді деген сөз. Я тағы қандай сөз? Ақыл ой мәйегі дегеніміз не? Ақыл ой ол бізге айтқан ақыл ой даналық деген ол бізге берген ақыл кеңестер. Тағы да қандай сөз бар? Жаңағы көркеуде дейді. Оны қалай түсінеміз? Көркеуде деген оқымаған надана. Осы түсініксіз сөздерді сөздік жұмысында жазып аламыз. Сөз жаңағы ақыл ой мәйегі дегенде көркеуде деген сөздерді дәптерімізге жазамыз. Яғни ақыл ой дегеніміз не деген сөз? бұл жерде ақыл ой даналығы деген мағына. Даналы, ақылды деген онаны білдіріп тұр, иә? Және көркеуде дегеніміз надан, иә? Оқымаған адамды айтады, надан адамды айтады. Ал біз соның ішінде қандай адамбыз? Біз қандай? Ақылды, білімді, әдетті, өте жақсы. Тамаша, жарайсыңдар. Жазамыз, жаз, мына сөзді жұмыс. Оқушыларға, оқушылардың жауаптарын белгілеп отыруымыз кетпейді. Жазамыз. Дамдатайық. Бір минут қана. Болдық па? Болғанда біз қаламызды көтеріп отырамыз. Жазып болғандарымыз. Болдық па балаларыңыз? Ал болдық, қаламызды қойайық. Қаламызды қойайық. Тамаша енді балалар. Ал балалар. Осымен сабағымыздың соңына келдік. Сабаққа кері байланыс бере кетіңдер оқушылар. Осымен сабағымыздың соңына келдік дейді. Сабаққа кері байланыс бере кетеді. Сендердің алдарында балалар түрлі түсті белгілер тұр, иә? Ал өздерінің сабақты қалай түсінгендерді осы белгі бойынша кім айтып өтеді? Ал Фариза, не айтасың? Кері байланыс. Маған сабақта барлығы түсінікті болды. Иә. Тағы да. Маған сабақта барлығы түсінікті болды. Барлығы көңілді және түсінікті өтті. Тағы да кім жауап береді? Ал. Көтеріңдерші, кім қалай жауап беріп отыр? Ал. Генай, сенде сұрағым бар депсің, ал. Мына сары не дейді? Мына балалар, жасыл бері барлығы түсінікті болды. Сары белгіні көрсе сұрағым бар дейді, ал қызыл түсініксіз болды дейді. Ал Генай, қандай сөз түсініксіз болды? Не түсінбей қалды? Мақалды кім ойлап тапқан дейді, ал. Түсіндіріп жеңдерші досыңызға. Ал. Ерасыл. Мақал мәтелдерді біздің ақындарымыз ойлап тапқан. Ақындарымыз, тағы да кімдер? Мақал мәтелдері ақындар, Шешен, я? Жазушылар, шешен,
дана, данышпан, біздің аталарымыз өткен қандай, мысалы, билерді білесіңдер? Қазбек, Қазбек би, Айтеке би, міне осы Төле би, Қазбек би, Айтеке би, қандай ақын жазушыларды білеміз? Міне жаңа біз Абайдың өзінен бірнеше даналық сөздерін алып тұрмыз, иә? Абайдың өзі жасынан қандай болды дедік? Білімді, дарынды, адал адам болды. Дұрыс, тамаша. Енді алдағы кім айтады? Ал. Не айтасың? Маған бүгінгі сабақта барлығы түсінікті болды. Мен бүгінгі сабақта әртүрлі мақал-мәтелдер естідім. Мысалы, еңбек туралы, отан туралы, әртүрлі заттар туралы. Жақсы. Ал Бұқан, сен айтасың, қандай түсті таңдадың? Көрсетсейші, қандай түсті таңдадың? Иә. Ал не айтасың? Сабақта барлығы түсінікті болды. Және де маған бүгінгі сабақ ұнады өйткені біздің сабақ бүгін ерекше өтті. Өте жақсы, тамаша. Ал кім? Айым, сен айтасың. Маған сабақта барлығы түсінікті болды. Мақал-мәтелдерді барлығы түсіндім. Иә. Ал мына жерде Жәдігер, сен қайсысын көтересің? Қандай түсті? Қай түсті? Ал. Сары түсі неме? Сұрағың бар. Қандай сұрағың бар? Маған неме дейсің? Маған мақал-мәтелдер түсініксіз болды. Қандай мақал-мәтелді түсінбедің? Қандай мақал-мәтел? Қай мақал-мәтелдің мазмұнын түсінбедің? Не дейді? Бала Абай. Бұл Жәдігердің сұрағы былай болып тұр. Маған Балабай деген мәтінді мен толық түсінбей қалдым дейді мазмұнын. Жақсы, оны оқып тағы да түсінеміз, иә? Балабай деп атында тұр ғой, Балабай. Абай жасында қандай болды дейді? Айтып жіберші. Абай, міне, ұғып ал. Бала Абай ол бізден ғылымпаз, зерек, өзінің ақылдылығымен, болған. Иә, ал кім айтады бала? Бала, Абай жасынан ойынға құмар болды ма, оқуға, білімге құмар болды ма? Кім айтады? Ал мен айт. Абай жасынан оқуға, Иә, толықтырады. Абай kendine өзінің ақылын оқуға еттірді. Ол өзінің кемелігімен қазір ақын болды. Ал балалар, осы Абайға жаңағы көбінесе дастан, жырларды, қиссаларды оқып беретін кім болған? Кім болды? Ал Бала Абайға жырларды, мәтіндерді оқып беретін ол әжесі Зере мен анасы жан болды дұрыс. Ал кім айтады? Сонда ұқтың ба? Балабай туралы. Міне Балабай деген сонда Бала Абай жасынан зерек, ұғымпал, ақылды, білімді болған екен, иә? Ал сен неге сары көтеріп отырсың? Ал даналық сөз дегеніміз не дейді? Даналық сөз деген мағынасы тағы түсіндіріп жіберейік. Басқаларымыз кім айтады? Ал даналық сөз дегенді қалай түсінесің? Бейбас. Даналық сөз дегенді. Ал толықтырады. Даналық сөз дегеніміз ол бізге айтқан ақыл. Ақыл, иә. Біз оны еске сақтап қалуымыз керек. Иә, есіңізге сақтап. Даналық сөз дегеніміз ақыл, кеңес, иә. Тағы да ал. Не айтасың? Азиза, сен не айтасың? Маған бәрі түсінікті болды. Мен әртүрлі мақал-мәтелдер жаттадым. Иә, енді балалар, міне сендер жаңағы мақал-мәтел дегенде не екенін түсіне алмайсыңдар ма? Мен сендермен есіңе сақта деп, мынандай мақал-мәтелдің қысқаша, яғни мақал-мәтел бала ауыз әдебиетінің бір түрі ғой жаңағы, өлең, жыр деген. Міне соға байланысты мен сендерге мынандай мақал-мәтелдерді алып кеттім. Мынаны сендер өздері қосымша жазып үйренесіңдер, жақсы ма? Мына мақал-мәтелдерді
жаттап жазып аласыңдар міне. Мақал мәтел дегеніміз не екен? Дауыстап оқып жіберші, кім оқып жібереді? Қатты дауыспен, ал Кәусар оқышы. Мақал мәтел өнеге ретінде айтылатын қысқа әрі ұйқасты сөз. Ол ауыз әдебиетінің бір түрі. Мақалдың тақырыбы сан алуан, мысалы еңбек, оқу, адамгершілік, тағы да басқасы бар. Мәтел сөзде ой анық айтылмай тұспалдап беріледі. Мысалы, көз қорқақ, қол қадыр, бір егелі ауызға екі егелі қақпақ. Жақсы, сонда мақал мәтел дегеніміз не екен балалар? Міне, тұспалда, болжап, мысалы сендерге үйде аналарың немесе үлкен адамдар бір дұрыс істемеген іс-әрекеттерің болса, сендерге айғайлап ұрса ма? Жоқ, балалар. Сендерге оны мақал мәтел деп, нақышына келтіріп, жаңа тұспалдап айтады, иә? Міне соны ақыл кеңестерін береді. Сол арқылы бізге, біз сол арқылы тәрбиеленіп отырамыз, иә? Енді балалар, міне, жаңағы міне топашылардың көмегімен, мен бүгінгі сабақта міне, бірінші топта Фариза жақсы қатысып отырды, міне, 10 ұпай қоям. Балаусаға 9 ұпай қоям. Балауса жақсы қатысып, бірнеше оқушылардың жауап бермеген жауап беріп отыр. Қолдарына не көтеріп отырды. Генайға 8 ұпай қоям. Дін-ислам жауап бердің ба? Дін-ислам жауап берген жоқ. Я, дін-ислам дайындалуымыз керек әлі. Кім? Бибарысқа әлі дайындалуым керек саған. Сөзді сен мен жауап берем деп айтасың, тұрып қаласың, 6 ұпай саған. Жақсы ма? Енді келесі екінші топта Кәусар 8 ұпай қоям. Ақботаға 7 ұпай қоям. Рамазан бүгін жақсы қатысып отыр, иә балдар? Рамазанға мен 8 ұпай қоям. Ерасылға 10 ұпай қоям. Жақсы, өте жақсы, белсенді қатысып отырды. Балалардың, оқушылардың жауаптарының бәріне толық жауап беріп отырды. Ал мына жерде Аяна қатыспады, Әнел қатыспады. Аяна мен Әнелге әлі дайындық керек. Екеуі неге қатыспай отырды? Ал үшінші топтан Нұрәлі жақсы жауап беріп отырды, 10 ұпай. Азиза 6 ұпай қоям. Мен Азизаға балалар бірақ несі бар, толық жауап бермеді, белсенді қатыспады. Али саған 8 ұпай қоям. Бүгін белсенді қатыспай отырсың, 2, иә? Нұртөре 6 ұпай қоям. Әлі дайындалу керек. Жаңа сұрағым бар дедің ғой, сол жаңа даналық сөз дегеннен үйде тағы да оқып, өлеңді оқып дайындаламыз. Бұқар өте жақсы қатысты, 10 ұпай. Жәдігер текші алдың ба? Алдысын 6 ұпай қоям. Жәдігерге әлі дайындалуымыз керек. Балалар, міне бүгінгі сабағымызға бағалар осындай болды. Енді үйге тапсырма осы 96-шы беттегі сөз мәйегі деген өлеңді, өлеңіміз ашып жазып алайық. Сөз мәйегі деген өлеңді мәнерлер оқып келеміз. Мәнерлер нақышына келтіріп оқып келеміз. Ya ayta qo'yadi, to'g'ri. Men danалық сөз дегенде ақыл сөздер деп ойлаймын. Даналық сөз деген ол бізге мысалы жақсы сөз сияқты болады. Ya даналық ақылды сөз, ya. Үлкендердің айтқанын тыңдау, ya. Ерекше айтқанда, ya, ересектердің талабын орындау, үйде ата-ананы құрметтеу. Міне бізде әрқашанда берген тапсырманы жауапкершілікпен, жаңағы әділдікпен орындауымыз керек, я? Міне біз сонда ақылды, білімді оқушы болып өтеміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.